Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Есмекова Майра, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоны соңына дейін қарап, лүпіл басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін осындай керемет ашытқы қосылған манты дайындайтын боламыз. Ішіндегі салмасы да, қамыры да өте дәмді. Қазір бастаймыз. Ең алдымен бізге ұнымызды електен өткізіп аламыз. Содан кейін жылы су, міндетті түрде суымыз жылы болу керек, тұз керек, сұйық май керек және ашытқы керек болады. Біз жылы суымызға осындай бір шай қасық тұзымызды салып, араластырып ертіп аламыз. Жаңағы електен өткен ұнымызға ашытқымызды саламыз, сұйық майымызды. Сұйық май бұл жерде бір ас қасық, ал ұнымыз 600 грамм. Үстіне жаңағы тұзды суымызды құйып, осылай қасықпен араластырып бастапқыда, одан кейін қолымызбен жұмсақ, әдемі қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет. Сол кезде піскеннен кейін әдемі жұмсақ жаңағы ашытылған манты дайын болады. Міне осылай қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Ішіндегі салмасы сіздер жусай қоссаңыздар болады. Жусайдың орнына жай пияз қоссаңыздар болады. Менде жусай болғандықтан жусаймен ет қостым. Енді міне қараңыздар, қамырдың жаңағы жұмсақтығы, қазір көрсетем, осындай қолға жабысып тұру қажет. Міне енді осы қамырымызды жылы жерге жібереміз көтерілгенше. Енді ішінде салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге ет, мендегі ет сиырдың еті және қатырылған жусай. Менде осы жусай қалыпты қыста қатырып қойғаннан осы 2 пакеттегі соны қолдануым керек. Енді осы етімізді бірінші соломка етіп, одан кейін майдалап, төртбұрыштап турап аламыз. Менде көріп тұрғандарыңыздай етім майлы болып тұр. Ол еттің өзінің майы, соны да турап қосып жіберем. Сол кезде әдемі сочный болып шығады. Міне ең бірінші осылай соломка тураймыз ұзыншалап, одан кейін төртбұрыштап майдалап тураймыз. Барлық етімізді турап алғаннан кейін жаңағы қатырылып тұрған жусайды қосамыз. Сіздерде жусай болмаса, ол міндетті емес, ішіне жай пиязды қосып істесеңіздер болады. Мен пиязды аз ғана қостым. Себебі жусайдың өзі жаңағы пияздың дәмін, сарымсақтың дәмін бергендіктен қатты қышқыл болып кетпес үшін аз ғана пияз қостым. Енді міне майын турап жатырмыз. Қатты май болып кетпейді, қорықпаңыздар, бұл еттің өзінің майы болғандықтан әдемі сочный болып піседі. Міне мен жусайымды салып жатырмын. Үстіне қазір дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып араластырып аламыз. Кішкене ғана ішіне қайнап тұрған судан бір аз ғана тамызып жіберсеңіздер болады. Және сіздердің еттеріңіз майсыз болса, бір ас қасық сұйық май қосып жіберіңіздер. Сол кезде сочный болады. Міне мен осы ғана пиязды қолдандым. Осы ғана пияз, менде көп қосқан жоқпын. Жаңағы айтқанымдай жусайдың өзі пияз тұқымдас болғандықтан пиязды көп қоспадым. Енді қамырымыз ашыды. Қамырымыз осындай ашып, әдемі болып тұр. Енді осыны домалақтап, шетінен домалақтап отырып, қамырымызды жаямыз. Қамырымызды айналдыра жаямыз, ортасын жұқаламаймыз. Тек қана шетін ғана, міне видеода көрсетілгендей қамырымызды айналдыра отыра жайып, ортасы кішкене қалың болу керек негізі. Міне ақырын ғана үстінен басып өттік. Енді қазір көріңіздер, шеттері жұқа болу керек, ортасы қалыңырақ болу керек. Қамырларыңызды ең басында шариктерге бөліп алсаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы, шетінен алып отырып домалақтап жаямын. Міне енді қараңыздар, осылай жинай отыра шеттерін
гармошка деп айтылады. Солай жинап, бас бармағымыздың саусағымен итеріп, міне осылай жинап шығамыз. Ортасында жаңағы тесік осылай қалу керек болады. Тағы да міне шетінен жұлып, ашып тұрған қамыр болғандықтан оны көп басып қажет емес. Шетін ғана басамыз. Міне нақты көрініп тұр видеода. Қамырымызды шетінен осылай оқтауымызбен жайып, ортасын қатты жаймаймыз. Ортасында осындай қалың болып қалу керек. Егер де сіздердің қамырларыңыз қатты жұмсақ болса, сұйық май немесе ұнды қолдансаңыздар болады. Ұнды көп қолдануға кеңес бермеймін. Аз ғана ұнды сеуіп отырып жайыңыздар. Міне қараңыздар, міне сол қолым бас бармағы қамырды итеріп, жинап беріп, көмектесіп тұр. Осылай түйіп шығасыздар. Барлық мантымыз дайын болғаннан кейін, ол сіздер соңына дейін түйіп жатқанда бастапқы түйген мантыларымыз кішкене көтеріліп, әдемі болып тұрады. Енді осыны бір ыдысқа кішкене май құйып, соны мантымызды майлап алып, астын міне осылай май жағып табаларымызға орнатамыз. Міне осындай манты дайын болды. Тез піседі бұл да. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видео рецептте кездескенше.